Блогер Жанабыловтардың ұтысы іс сотқа жетті. Инстаграмда ұтыс ойынын ұйымдастырған блогерлер Ерболат Жанабылов пен Эльмира Төлегеноваға қатысты дау сотқа жетті. Істі Астананың мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты қарайды. Туризм және спорт министрлігінің лотерея және ойын бизнесін реттеу комитеті Жанабыловтар өткізген ұтыс ойындарына қатысты тексеріс бастаған. Комитеттің мәліметінше, Ерболат Жанабыловтың парақшасында күн сайын ақша, көлік және де бағалы сыйлықтар тігілген ұтыс ойындары өткізілген. Мұндай әрекеттер лотереяға қызметін реттейтін заңнама талаптарына қайшы келуі мүмкін. Осыған байланысты 26 тамыз күні Жанабыловқа қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 445-тің 1 бабының 6 бөлігімен хаттама толтырылды. Сотының өтініші бойынша іс Астананың мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотына жолданды деп хабарлайды. Комитет өкілдері Ерболат Жанабыловтың жұбайы Эльмира Төлегенованың да іс әрекеттеріне тексеріс жүргізілгенін айтты. Қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылданбақ. Ведомство дерегінше, әлеуметтік желілерде заңсыз лотереяға ұқсайтын ұтыс ойындары туралы шағымдар жиі түседі. 2024 жылы Instagram, TikTok, WhatsApp арқылы заңсыз ұтыс ойындарын ұйымдастырған 101 жеке тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 43 миллион теңге айыппұл салынды. Ал 2025 жылы 72 адамға 30 миллион теңгеден астам айыппұл салынды, деді комитет.